Жүргізуші куәлігін алу процесін шартты түрде мынадай кезеңдерге бөлуге болады. Жол қозғалысының ережелерін оқу және көлік құралын жүргізуге үйрену. Құжаттарды жинау. Емтихан тапсыру. Ең соңғы кезең сынақтар сәтті тапсырылған соң жүргізуші куәлігін алу. Емтихандар келесі реттілік бойынша тапсырылады. Бірінші теориялық, содан кейін практикалық. Жүргізуші куәлігін алуға тілек білдірген теориялық емтихан тапсырмаған адам практикалық емтиханға жіберілмейді. Теориялық және практикалық емтихан екінші рет оның алдындағы емтихан өткізілген күннен бастап кемінде 7 тәуліктен кейін тағайындалады. Теориялық емтиханда алынған оң баға 3 ай ішінде жарамды болып саналады. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін көлік құралын басқару құқығын алуға үміткер қайтадан теориялық емтихан тапсырады. Практикалық емтихан белгіленген аумақта көлік жүргізіп, арнайы тапсырмаларды орындау болып табылады. Құжаттардың ішіне медициналық тексеру құжаты 073U формасы бойынша. Барлықтарыңызға сәттілік.